Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Айша радиаллаху анамыз қадір түнінің қашан екенін білетін болсам, ол түні қандай дұғаны оқып өткізейін деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйреткен дұғасы. Айша, Алла оған разы болсын, анамыздан жеткен хадисте қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 түнінен іздеңдер делінген. Әбу Хурайрадан жеткен тағы бір хадисте кімде-кім қадір түнінің қасиетіне сене отырып, сауабын үміт етіп, құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі делінген. Сондықтан құлшылығымызды көбейтіп, Алланы жиірек еске алайық.